Карма. Панду есімді бай қызметшісін ертіп Бенарес қаласына сапар шекті. Жолшыбай бір дәруішті кездестіреді. Ішінен, мына кісінің жүзі жылы екен, бәлкім әулие шығар, түсі игіден түңілме деген. Бенареске бет алса көлігіме мінгізіп ала кетейін, деп ойлады. Сөйтіп дәруіштен жөн сұрады. Дәруіштің есімі Нарада екен. Ол да Бенареске жол тартыпты. Бай оны күймесіне отырғызып алды. Ет пісірім уақыттан соң олар екі шетін су шайып кеткен лай жолдың тар тұсына келіп тоқтады. Дәл сол жерде арбасына күріш артқан диқанның көлігі сынып, жолды жауып қалыпты. Бай арбаның жолды бөгеп тұрғанына ашуланып, атқосшысына «Ана арбаны әр итеріп таста, біз өтіп кетейік» деп бұйырды. Диқан қарсыласқанымен түк істей алмады. Атқосшы қара күш иесі еді. Әлсізге жәбір көрсеткенді жаны сүйетін. Арбадағы күрішті қалай болса солай жұлқылап жерге түсіріп, арбаны әрі сырып жолды ашты. Бай бұл іске риза болып, жанындағы дәруішке қарап мақтанбақ болып еді, ол жақтырмады. Арбадан секіріп түсіп: «Байеке, кешіріңіз, осы жерден түсіп қалайын. Мейірім танытып бір-екі сағат жолымды қысқартып бергеніне мың алғыс. Күймеге отырарда қатты шаршаған едім. Дархан көңіліңнің арқасында кәдімгідей дем алып қалыппын. Бұл жақсылығыңды қалай қайтарарымды білмеймін. Тым болмаса, мына диқанға көмектесіп атасын алайын. Шарапаты сізге де тиіп қалар. Борышымнан солай құтылармын». Бай бұл сөзге таң қалды. «Шарапат дейсің бе? Айдаладағы диқанның шарапаты маған қалай тимек?» деп сұрады. «Қырықтың бірі қызыр, мыңның бірі уәли деген. Өмірде жолықтырған адам міндетті түрде сізге кері айналып соғады. Бірақ кесапат болып ұра ма, әлде шарапат болып қона ма, ол сізге байланысты. Мен мына диқан екеуін қайта тағдырлас болатындарыңды сезем. Сондықтан мұның қызметіне жарап, сіздің борыштан құтылмақпын». Бай дәруіштің сөзіне кекесінмен жымиды. Дәруіш сөзін әр жалғап: «Түсінемін, соқыр көз бір сәтті көріп кете қоймайды. Сізде диқанға күш көрсетіп, өзіңізге зиян келтіріп жатқаныңызды бірден ұға қоюыңыз мүмкін емес. Мен сізді өзіңізге өзіңіз қазған ордан құтқармақпын», деді. Бай өзіне айып таққандарды жақтырмаушы еді. Дәруіш қанша мейіріммен сөйлеп тұрса да мән бермей, атқосшысына «Кеттік» деп бұйырды. Дәруіш диқанға көмектесіп, шашылған күріштерді жинай бастады. Сосын арбаның сынған дөңгелегін жөндеп, әп-сәтте қалпына келтірді. Екеуі арбаға жайғасып, қалаға бет алды. Бенареске жақындап қалғанда аттар әлденеден үркіп пысқыра жөнелді. «Жылан, жылан!» деп айқайлап жіберді диқан. Дәруіш арбадан секіріп түсіп қараса, алтын толы әмиян екен. Мынау әлгі байдың әмияны болды ғой. Ақшасын іздеп шыр-пыр болып жүрген шығар» деп әмиянды диқанға беріп. Бенареске барған соң байды тауып алып әмиянын қайтар. Таспен ұрғанда аспен ұр деген. Сізге қиянат жасаса, сіз оған махаббатпен жауап беріңіз. Ал мен ғибадатханаға кеттім. Мені іздесең сонда боламын, деді. Бай Бенареске жетіп, саудагер досы Малмикамен жолығады. Досы басына қиын іс түскенін айтады. «Тез арада патша асханасына күріш жеткізіп беруім керек. Жеткізе алмасам, бұл қалада сауда жасай алмаймын. Бенаресте маған өштесіп жүрген бір саудагер бар. Ол патша асханасына ертең бір арба күріш әкеліп беремін деген уәдемді естіп алып, қаладағы күріштің бәрін сатып алып қойды. Қалада әр сабылып, бер сабылып, бір түйір күріш таба алмадым. Күріш тауып бере алмасам, патша қоймашысы мені кешірмейді», деді. Осылайша Малмеке арызын айтып шағымданып тұрғанда, Бай әмиянның жоқ екенін байқайды. Күйменің ішін әбден тексеріп таппаған соң, атқосшысына жала жапты. Қала сақшылары атқосшысына байлап қойып, қинап мойындатпақшы болды. Жаны қысылған атқосшы: «Жіберіңдер, әмиянды алған жоқпын, мені жазықсыз жазалап жатсыңдар. О, Тәңірім, қожайыныма қызмет етемін деп жүріп талайдың көз жасына қалып едім. Мына қорлығым соның есебі болар. Тым болмаса әлгі диқаннан кешірім сұрауға мүмкіндік берші», деп жылайды. Сақшылар атқосшысына аямай сабап жатқанда, баяғы диқан келіп қалады. Ол әмиянды байға қайтарып береді. Бай риза болып диқанға алғысын білдіреді. Алдыңғы әбестігі үшін кешірім сұрайды, әрі диқанның күріш артқан арбасын көріп қуанады. Жаны қысылған досына күріш тауып беріп, оны да бәледен аман алып қалады. Сақшылар кінәсіз атқосшыны босатады.
Қожайыннан көңілі қалған атқосшы бас ауған жаққа кетіп, ақыры тау жағалаған қарақшыларға барып қосылады. Бай ғибадатханаға келіп дәруішті тауып алып: «Хазірет, сіздің айтқаныңыз айнымай келді. Диқанның да шарапаты тиеді деп едіңіз. Мен үлкен қатерден құтқарып әмиянымды тауып әкеліп берді. Егер диқанға жолда көмектескенімде әмиyaным жоғалмас еді. Атқосшым да жазықсыз жәбір көрмес еді. Бірақ бір сұрағым бар. Иә, мен диқанға көмектеспедім, қалайша шарапаты маған дарыды? Сенің маған көңілің түсіп, әбден қалжыраған сәтімде арбаңа мінгізіп алдың. Сен диқанға қол ұшын созбағаныңмен мен оған көмектестім. Сіздің басыңызға төнер кесапатты осылайша қайтарып алдым. Есесіне ол жақсылық болып сізге дарыды, деді. Бай бұл сөзге риза болып: «Маған ілім үйретіңіз, сізге шәкірт болайын», деді. «Саған бір ғана ілім үйретейін. Әр түнді қадір деп біл, әр көрген адамды қызыр деп біл. Кімге қандай құрмет көрсетсең, қайтарымы саған екі есе болып келеді. Ал кімге жамандық істесең, ол да айналып артыңнан соғады. Атаңа не істесең, алдыңа сол келеді» деген осы. Адам өзін дара жарасылыс деп ойлайды. Көңіл көзі бітеу болғандықтан пенде мен пенденің, тау мен тастың, жаратылыс пен табиғаттың арасындағы нәзік байланысты көре алмайды. Соның кесірінен үнемі қара басының қамын ойлап қырсыққа шатылады. Ал жанындағы ел жұртқа көмектескенде ғана ол бақытқа кенеліп, тағдырын жарқын етеді. Мына байтты әрдайым есіңде сақта. Жаманға жанасам деп сен жазбағын, жақсыға жәрдем етіп бел жазбағын. Пейілің теріс болса өрісің тар, қиянатың өзіңе орғазғаның. Жел сезіммен ит нәпсі қозар дайым, менмендікке бой ұрсаң ажалдайын. Кішіпейіл тез жетер ақиқатқа, өзгелерге қол ұшын созар дайым. Адамға мына әлемдегі сансыз жаралыстан бөлшектенген сайын бақытсыздыққа жолығады. Ал солармен бірігуге ұмтылған сайын жүрегі тыныштық табады. Бай: «Жұрттың бәрі ілімді осылай түсінсе, бүкіл әлем құлпырып жайнап кетер еді-ау. Жамандық атаулы азайып, елдің жағдайы жақсарар еді. Елге оралған соң сізді арнайы шақырамын, бізге ілім таратушы ұстаз болыңыз», деді. Арада бірнеше жыл өтті. Бай үлкен ғибадатхана соғып, оған дәруіштерді жинады. Жұрттың рухани сауатын ашты. Байдың ауылы зергерлікпен аты шыққан еді. Зергерлер ілім үйренген соң бұйымдарды бұрынғыдан да әдемі етіп жасайтын болды. Олардың даңқы шартарапқа етіп жатты. Патшаның құлағына да жетіп, ол асыл тастармен безендірілген алтын тәж жасатуды бұйырады. Бай тәжді жасап біткен соң патшаның сарайына жол тартады. Бірақ жолда қарақшылар тонайды. Бұл кезде қарақшылардың басшысы баяғы атқосшы жігіт еді. Олар күзетшілерді түгел өлтіріп, алтын тәжді олжалап алады. Байдың өзі әрең қашып құтылады. Амал жоқ, патшаға жаңадан тәж жасап беруге тура келеді. Бұл байдың қазынасын кәдімгідей опырып жіберді. Бірақ бай қайғырмады. Ішінен: «Мен кезінде талай әлсізге тізе батырдым. Елді қанап тонадым. Бұл қасірет соның қайта айналып соққан жазасы болар», деп сабыр етті. Арада бірнеше күн өтті. Дәруіш сапар шегіп келе жатыр еді. Орманнан шыққан үлкен шуды есітті. Жақындап келсе, өлімші болып соққыға жығылған адамды көрді. Бұл қарақшылардың басшысы баяғы атқосшы еді. Өзінің қарақшылары сабап жаралаған екен. Оның аузына дәруіш су тамызды. Ол көзін ашып тісін шықырлатып: «Әлгі тойымсыз иттер қайда? Оларды талай жеңіске бастап, олжаға кенелтіп едім. Маған сатқындық жасап шибөрідей талады. Менсіз алысқа бармайды. Бірінің етін бірі жеп қырылып қалады», деді. «Сіз оларды емес, өзіңізді ойлаңыз. Тәңірі бәлкім қарақшылықты тастауға мүмкіндік беріп жатқан шығар. Мына судан ұрттаңыз, жараңызды таңайын. Мүмкін жазылып кетерсіз». «Босқа өре болма», деді атқосшы. «Мен аяқтан тұра алмастай қасақана жаралады оңбағандар. Оларға өзім үйреткен едім осы әдісті. Жақсылық, жамандық та пенденің өзінен туады. Біреудің жүрегіне махаббаттың гүлін ексең, ол саған мейірім болып өседі. Ал зұлымдықтың күлін төксең, қиянат болып өнеді.
«Иә, ол рас», деді қарақшылардың атаманы. «Өзіме де сол керек. Бірақ қазір көңілім күпті, ақиреттегі хәлім нешік? Тақсыр кеудеме батқан ауыр тастай күнәмнан қайтып арыламын. Тәңірдің рахымы шексіз, жүректен шын жас ақса, қара тасты да ерітеді деген үмітіңді үзбе. Мен көп қиянат істедім. Өмірімде жақсылық жасаған жоқпын. Орным тозақ сияқты. Бәрі шешіліп болған сияқты. Не болса да жаһаннамға кеттім», деді атқосшы. Дәруіш: «Зұлымдық жасаған адам міндетті түрде жазасын алады. Бірақ сен түңілме. Тәңірі мейірімді, жүрегіңде батпанда қиянат болғанымен бір тамшы мейірім болса, Тәңірі үңілмей қоймайды. Саған да назарын салады. Ол үшін пенде шын жалынып Тәңірден кешірім тілеу керек. Мен саған бір оқиға айтайын. Ертеде Кандата деген қарақшы тәубеге келместен дүние салып, жаһаннамнан бір-ақ шығады. Елге жасаған қиянаты мен күнәсі үшін жазасын алып әбден азапталды. Бірде Тәңірдің мейірімінің бір тамшысы тозаққа түсіп кетіп еді, жаһаннамдағы барлық тіршілік иесіне үміт сыйлайды. Кандата қарақшы еңіреп жылап: «О, Тәңірім, мені кешірші. Білмей зұлымдық істеппін, тәубемен келдім. Енді тек жақсылық істеймін», дейді. Тәңірі оған бір өрмекшіні жібереді. Өрмекші ұзын бір өрмек тоқып, қарақшыға төбеден бір ұшын тастайды. «Мынаған жабысып шық», дейді. Қарақшы қуанып кетіп жіпке жабысып өрмелей бастады. Жаһаннам құдығынан шығуға сәл қалғанда бір топ тоқтап демалмақшы болды. «Асығатын ештеңе жоқ. Бір құлаш өрмелесе мұнан да шығып кетемін. Ең бастысы құтылдым», деп төменге зер салып еді. Тозақтағы басқа адамдар да жіпке жабысып ізінен келе жатыр екен. Жіп басындағыдай емес, жіңішкеріп қалыпты. Оның пейілі бір пәсте тарылып шыға келді. «Ей, жандарың барында өрмек жіберіңдер. Бұл маған түскен өрмек. Сендердікі емес, кәне, түс, босат жіпті. Бұл қазір үзіліп кетеді», деп айқайлады. Сол сәтте өрмек кілт үзіліп, өзі де бірге жаһаннамға қайта құлады. Қарақшы байғұс хикаяттың тілін білмейтін еді. Бір құлаш жер қалғанда көңіл пасықтыққа билетіп алды. Адамның ниеті өрмекшінің жібі секілді жіп-жіңішке болғанымен мыңдаған адамды көтере алады. Ал ниет бұзылса, 40 жылқының құйрығынан есіп істеген арқаның да үзіліп кетеді. Қарабастың қамын күйттеу әлсіздік, ал өзге үшін өмір сүру бақыт. Адам өзін шексіз жақсы көргенде жаһаннамның оты қыза түседі, ал өзгенің қамын жеген сайын оттың алауы баяулайды. Дәруш әңгімесін аяқтағанда атқосшы: «Қолыма сол өрмекші жібінің ұшын ұстатшы», деді әлсіреп. Сосын аузына тосқан судан бір жұтым ішті де: «Мен Колшамбидегі Панду деген байдың атқосшысы едім. Бірде ол маған жазықсыз жала жапқан соң, одан қашып кетіп, қарақшыларға атаман болып кеттім. Бір күні бұрынғы байдың жақын маңдағы тау бөктерінен өтетінін естіп, сосын керуенін тонап қазынасын тартып алдым. Егер көрсең, байға сәлем айт. Ол мені жазықсыз жараға тартты. Мен оның сол қателігін кешірдім. Керуенін тонағаным үшін ол да мені кешірсін. Байдың қасына жүргенде оның жүрегі тастай қатты еді. Мен одан қиянатты үйрендім. Бірақ қазір ол жақсылық жасауды үйреніпті. Жұрттың ықыласын иеленді. Халық оны мейірімді, жақсы адам ретінде тани бастаған естідім. Оның патшаға арнап жасаған алтын тәжін жер астына тығып сақтап қойдым. Ол тыққан жерді 2-ақ қарақшы білуші еді, олардың екеуі де қаза тапты. Бай сол жерге барып тонаған алтындарын қайтып алсын да мені кешсін, деді де көмбеге көмілген жерін айтты. Барлық күнәсі үшін тәубе етіп көз жұмды. Дәруш қарақшыны арулап жерлеген соң Қолшамбиге барып, байға қарақшының аманатын жеткізді. Бай атқосшысының қабіріне келіп еңіреп жылады. Оның бұрыс жолға түсіп қаза тапқанына өзін кінәлі сезініп, әруақтан кешірім сұрады. Дәруш мола басына отырып мына бір бәйтті оқыды. Жамандық үшін пенде жазалады, өртейді тұла бойын азап әлі. Нәпсінің түрлі азуын жегендесе, жүрегі қара таттан тазарады. Ақ жүрекке ұмтылып талпын шырақ, біле алмассың сен оның нарқын сұрап.
Діліңді кір-сікірден арылтуға жанар сонда көңіліңде алтын шырақ. Сосын көпшілікке бұрылып: пенде жамандық жасаса, содан зиян шегет. Нәпсісін жамандық жасаудан тиса, жүрегі қара таттан тазарады. Ақ жүрек, қара жүрек болу пенденің өзіне байланысты. Бір адамды басқа біреу келіп тазартып бере алмайды. Тазаруға адамның өзі әрекет жасауы керек. Дәруіш тек осы ақиқатты уағыздаушылар. Біздің карма деп жүргеніміз Тәңірдің құдіреті емес, біздің жасаған амалдарымыздың салдары ғана, деді дәруіш. Бай қазынасын қайтарып алған соң Құлшембиге оралды. Жыл сайын атқосшысының қабіріне дұға оқуды әдетке айналдырды. Дәулетін үнемдеп жұмсап, бақытты ғұмыр кешті. Дүниеден сапар шегерде бала-шағасын жинап: қарақтарым, істерің алға баспай қалса, кінәні өзгеден емес, өздеріңнен іздеңдер. Көкірек көздеріңді қараңғылық басса, жасаған амалдарыңнан береке болмайды. Ісім алға бассын десең, өзгеге көмектес. Соның керегіне жара. Дәруіштің маған үйреткен мына сөздерін естеріңнен шығармаңдар. Жаманға жанасам деп сен жазбағын, жақсыға жәрдем етіп бел жазбағын. Пейілің теріс болса өрісің тар, қиянатың өзіңе ор қазғаның. Жел сезіммен ит нәпсі қозар дәйім. Менмендікке бой ұрсаң, ажал дайын. Кішіпейіл тез жетер ақиқатқа, өзгелерге қол ұшын созар дәйім, деп мақұлдасыпты.